ханым айтып жатыр, сіздер сұрадыңыздар ғой, екеуін неге қосып ішесің деп. Екеуін қосып ішкен керемет. Мына мен комплекс іштім, қанша мөнім бәрін іштім мен. Мен 12 килограмм салмақ түсірдім. Мына мойын күжірейіп, мына бүйтіп көтеріліп тұратын. Мына жерде екінші бас бар болатын не жерде. Вообще спортивный столик. Вот так, 96-90 деген осы болады. Открытияға солай барам дедім ғой, солай барам қазір. Мына жердегі жәнегі қолқа дейді ғой, сол кетті. Одан кейін денеде стресс болды организмде. 12 килограмм салмақпен мен алысқалы қай заман 10 жыл болды мен соны түсіре алмағаныма. Менде негізінде гормональный нарушение болып 46 киетін адам 60 размерге дейін барған мен кезінде. Осы былтыр келгеннің өзінде жардай болып бүйтіп жүретін, білесіздер ме? Үстіп жүретін, штангистер ұқсап. Қазір міне, қолдың бәрі арқаға жетіп тұр лайнан, спокойно. Мынау жетпейтін. Міне. Өзін тырнап алады? Иә, өзім қасы болам, ешкім чал керек жоқ арқа қасып беретін. Енді бізе ауырады. Начинающий артроз, артрит. Менде бала кезден ревматизм, бала кезден өмір баншадан шықпаған адаммын. Аяқ қол қақсағанда жаным көзіме көрінеді. Міне, менің бірден бір емім, мен осы жаққа келгенде осы екеуін қосып іштім, үйде 4-еуін іштім. 4-ші этажға мен демалмай шығам қазір. Деп үстіп, этаж сайын үстіп шығады ол. Қазір кім айтады мені сөйтіп шойнаңдап жүрді деп. Бронқының жөтелі кетті. Сырылдап отыратығым, сырылым жоқ қазір. Еще жәнегі стресстен кейін сүлпейіп, мына жимон істейін бе, істемейін бе деген шөбеге міне жерге кірді. Мынау не болып кетті өзі, барам ба, бармайын ба деп ойланып, толғанып, сөйтіп жүреді. Энергия жоқ қой өйткені. Шаршай бересің, жата бересің, шаршай бересің. Қалай мынаны қайтадан қосып іштім, көзім шақырайып, Нұржамалға звондадым, 2 күнде шығам мен. Сөйтіп қайтадан күш қуат береді. Кәдімгідей шаршамайсың. 2 күн іштім, 3-ші күні кетерде мұқым үйдің терезесін, балконын бәрін жуып кетті. Ақыл берем десе де мен оны істемес едім. Егер сондай күш қуат бермесе. Өнімдер керемет. Одан кейін мына карандаштан алғаным, оң құлағыма суық тиіп, содан жазылдым. Ана жол таксиде тағы ауыртып алдым, анау кісі қайта-қайта темекі тартып, есік ашық, тағы суық дейді. Содан кейінгі бір өтірік айтайын, 2 аяқтың мына жері шығып кеткен ғой. Мынау жаға-жаға қалпына келді, өз орнына мынау жартылай қалды. Міне қарындаштың құдіреті. Иә, шығып тұрған мынаның бәрі кетіп жатыр. Сондықтан әлгі 40 жылғы жиған нәрсе бірден кетпеді, бір қарындаштан деген өтірік. Бастадыңыздар ма? До конца ішіп емделіңіздер. Оны қайдан алып ішеміз? Пенсиямен алмай, зарплатамен алмай, жұмыс жасап алып ішуіміз керек. Өз ақшасын өзіне салып, аямай ішемеміз ал. Өйткені мен осы уақытқа дейін результат сондай көрген жоқпын ғой. Қандай жақсы болып қалдым. Қазір киімім де жараса бастады. Құнапия ағаның қолы берме жететін болды. Былтыр жетпейтін. Ем болсын Қаракөз халқымызға. Алғыс алайық, бата алайық.